Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. 2006 жылдың ноябрьнің 18 күні Алматы облысының Шелек ауылында ұйғыр жастары мен қазақ жастарының ортасында үлкен төбелес болады. Ал бұл да сол Қытайдың жоспары мен жобасымен болған дүние. Анығында ұйғырлар Шелек, Шонжы, Жаркенттің қазақ жер екендігін мойындағысы келмейтін ауруды ұйғырларға жұқтырған сол Мәсімовтің көкесі Қасым Мәсіми деген кауапшы. Ал ұйғырлар осы мәселені көтерген сайын қазақтардан таяқ жейді және қазақ халқының өшпенділігін туғызады. Себебі қазақта бір сөз бар: өспейтін ұл өнбейтін дауды қуады дейді. Енді бұны өспейтін адам өнбейтін дауды. Себебі Жаркентте, Шонжыда, Шелекте ол қазақтың жері. Ауданның ортасында құрттай бір мың семья ұйғыр ештеңкені шешпейді. Ана бүкіл ұлан ғайыр, ана жер айналасы қоршаған тұтас қазақ. Айнала ауыл тұтас қазақ. Шөкімдей азғантай ұйғыр, Қазақстан халқының 0,1%-на жетпейтін ұйғыр не шешесің? Ал сендерді сөйтіп өтірік кітап жазып ұйғырский держава деп. Сендерді қазақ халқына жек көрінішті көрсетті. Сендер сөйтіп өздерің оқшау қалып қалдыңдар. Бұның барлығы тактика болды. Ал жаңағы 2006 жылдың ноябрьнің 18 күні қазақ пен ұйғырдың ортасында қақтығыс болғанда, ол бәленбай бір 1000 қазақ жиылған жоқ. Кәдімгі жігіт бильярд ойнайды. Ол бильярдта ұйғыр бильярдтан жеңіледі. Сонымен екеуі төбелеседі. Қазақ кәдімгі боксқа жаттыққан қазақ тарс еткізеді де ектен бір қойып талдырады, сонымен кетті. Болды. Сөйтсе жаңағы айналасындағы ұйғыр жігіттер балады да 50-60 жігіт барып жаңа қазақ үйіне барып 50-60-сы жабылып келіп ұрады. Сөйтсе анау Старой замок кафесінде үндеу тастайды: бүкіл ұйғыр аттанысқа келіңдер деген ұлтшылдық құтыртатын жаңағы қоздыртатын үндеу. Сонымен 400 ұйғырдың жігіті жиналады. 400 ұйғырдың жігіті жаңағы жігітті алып келіп трассада тепкілеп, өлтіріп, құлағын кесіп, өлген мәйттің үстіне сыйып тастайды. О заманда бұл заман жауды өлтіру бар, бірақ жауды қорлау бар ма? Жаудың мәйітіне сыйыпты дегенді естідің ба? Қабанбай Жоңғардың Қалдан Сереннің басын шауып мәйітіне сыйыпты дегенді естідіңдер ме? Жоқ. Бұл былайша айтқан кезде соғыс білмегендік және надандық. Мәйітті қорлау ол адамгершілікке жат. Ал содан қазақтар дүрік көтеріледі. Енді ойлаш, 400-і жабылып бір қазақты өлтіреді. Сол бір жұдырық жегеніне. Ал бұның барлығы айналып келгенде Құдайдың заңына қайшы және адамгершілікке қайшы, тарихқа қайшы, саяси тактикаға қайшы, стратегиядан кетірген, бүкіл жан жағынан сәтсіз болған оқиға болды. Неге? Бұдан кейін қазақтың делебесі қозады. Жігітін өлтірсең, трассада тастасаң, батыр болып бокста жекпе-жек тұрып жұқсаң бір сәрі ғой. Боксерда бірге бір шық деп өлтірсең, 400-ің жабылып, бір жігітті есінен тандырып өлім шығып, ол қай батырлық, ол қай ерлік? Мықты болсаң шық, біздің боксерлар құсап, қазақтың боксерлар құсап, сахнада ұр, тасталқан қыл. Мықты болсаң бірге бір шық. Қорс өткізіп пышақ тығып алған мықтылық емес, ол қатындық ол. Ол ездік ол қайуандық. Ол ана генде, қанда, батырлықтың ана информация миығда батырлық туралы, мына жігіттік туралы информация мына жерде болмағандық. Қырығы жабылып ұрған дегенде ол сол қырығы жабылып ұрған кезде ойлану керек еді. Мынау ұят емес па деп. Мынау ұят емес па? Қырығымыз жабылып бір қазақ. Оданша қырық жігіт шық деу керек еді. Бұл да ана генде, ана соғыс көрмеген, батырлық болмағаннан генде туып отырған дүние. Қазақтың 5 жігіті бар, біреу тұратын кезде айтады: қалған 4-ің тұрып тұр, жекпе-жек шықсын дейді. Міне бұл әділеттілік. Себебі ертең біреуге айтсаң да бетің қызармайды, 5-өміз барып біреуін теуіп тастадық деп мақтана да алмайсың ғой. Мақтана да алмайсың ғой. Қайтып мақтанасың? Қатыныңа мақтанасың ба? Көршіңе мақтанасың ба? Гәп сонда жатыр. Ал содан кейін 2006 жылдың 18 ноябрінде болған осы соғыстан кейін міне бұны дос көшім бастаған қазақтың өтірік маймылдары керемет пайдаланды.
Берік Уәли бар 31-ші телеарнада. Алды да бұны керемет пайдаланды. Сөйтіп бүкіл ұйғыр халқын қазақ халқына жек көрінішті көрсету басталды содан. Міне, қысқасы ұйғырлар өздерінің осындай жаңағы аталмыш 400-і жабылып кеп бір қазақты өлтіретін осындай тырнақша ішіндегі өтірік фейк батырларыменен ұйғыр халқы зиян шекті. Ал тағы да бұл жерде жеңген Қытай болып отыр. Қазақ пен ұйғырдың ортасын от салды. Ертең сол ұйғырды қынадай қырсам, қазақ көмектесу ме, көмектеспей ме деді. Бірден белгілі болды. Ұйғырлардың бүкіл активистін Назарбаев Мәсімовтің қолымен өлтіріп болды. Барлық ұйғырдың активисті өліп болды. Қазіргі мына активист болып жүргеннің бәрі өтірік, кембінің құлдары. Мен сіздерге айтайын. Қазіргі мына активист болып отырғандардың барлығы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан рұқсат алғандар. Олар үруге рұқсаты бар иттер, аңырауға рұқсаты бар ишақтар. Олар лицензия алды, лайсенс алды. Мен анда-санда үрем, бірақ саған қарап үрмеймін. Сен үр дегенде үрем, сен аңыра дегенде аңырайым, болмаса тоқта десең тоқтайым деген лицензия алып қойды олар. Енді әңгіме қайда жатыр. Содан жаңағы Берік Уәлидің 31 бар, бөкіл жаңағы дос көшім маймыл дедім ғой олар. Солар алды да қазақ ұйғыр тақырыбын талқылады. Дәл сол 2006 жылдың ноябрьдің 18-і Қытайдың ұйымдастыруменен, операциясыменен, Назарбаев Мәсімовтің қатысуыменен ұйғыр халқын оқшаулау, ұйғыр халқын қазақ халқына жек көрінішті көрсету, ең соңында ұйғыр халқын оқшаулап, көмексіз, жәрдемсіз қалтыру жоспары сәтті жүрді. Ал ұйғырлардың жаңағы ақымақ жастары ойлады, біз жаңағы ұрып шерден шығып алдық. 400-ің жабылып бір боксер қазақты өлтірдіңдер. Бірақ оның зардабы тұтас ұлттарыңа тиді. Әсілі сендер мықты болсаңдар, бірге бір шығып өлтірсеңдер раз едік. Батыр дейтін едік. Мәселе сонда жатыр. Сонымен саяси сауатсыздық, ақымақтық, қанғызбалық, мына баста грамм мидың болмағандығы, міне содан барды да сол төбелес, оның арты күні түні Қазақстан телеарналарында ұйғыр қазақтың дауын көтеру, нәтижесінде ұйғыр халқы Қазақстанда Қытайдың тапсырмасы бойынша оқшауланды, қазақ халқы мен ұйғыр халқының ортасына от түсті. Міне. Ал Назарбаев бұны жалғасты істеді. Ол әдейге жаңағы қазақтар мен ұйғырлардың ортасына от салып отыратын оқиғаларды жалғасты істеп отыр. Тіпті кете кеткенше істеп отырды.